Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер? Бүгін біздер, яғни Қарағанды облысы, Қарағанды қаласының Шәкәрім атындағы гимназиясы КММ физика пәнінің мұғалімі Сәрсенбаева Гүлнар Онайбековна және Қарағанды облысы Саран қаласының Абай атындағы жалпы білім беретін мектебі КММ физика пәнінің мұғалімі Төлеуова Алмаш Арнешевна екеуміздің соавторлық бағдарламамызды ұсынып отырмыз. Бұл бағдарлама 9-шы сыныпқа арналған вариативтік оқу курсы бойынша бағдарлама дайындалған болатынды. Енді авторлық бағдарламаның тақырыбы физика сабағында оқушылардың функционалдық сауаттылығын дамыту. Вариативтік оқу курсы бағдарламасының мақсаты оқушыларға физика пәнінен алған білім мен ғылымды байланыстыра отырып, оқушылардың құзыреттілігін дамытып, пәнге деген қызығушылықтарын арттырумен бірге білім сапасын көтеру. Бұл бағдарламаның осы мақсатқа жету үшін біраз төмендегідей міндеттерді жүктеп отырмын. Олар оқушылардың физика пәніне деген қызығушылықтарын арттырып, оқушы дамуын жеке траекториясын ескере отырып, практикалық тапсырмалар мен тәжірибелер арқылы жан-жақты дамыту. Физика заңдары мен ұғымдарын контексті, есептер, шығармашылық тапсырмалар арқылы оқыту. Физика пәнін біліп, түсіну арқылы ұлттық сана сезімді қалыптастыру және сонымен бірге физика пәнін оқыту арқылы өмір сүру дағдыларын бойына қалыптастырып, сыртқы ортаға кедергісіз бейімделу қабілетіне бағыттау. Енді құрметті әріптестер, әрбір бағдарламаның бір-бірінен айырмашылықтары олардың өзара ерекшелігімен. Мысалы, біздің құрастырған бағдарламамыз мынандай ерекшеліктермен толықсыған. Бағдарламада ұсынылған тапсырмалар оқушылардың физикалық заңдылықтарды терең түсінуіне, олардың өмірде қолдану дағдыларын қалыптастыруға және ұлттық құндылықтарды түсінуге көмектеседі. Сонымен бірге оқушылардың бойында өзіндік білім алу, талдау, қоғамдық өмірде өзін-өзі жан-жақты таныту, білімін пайдалана білу дағдыларын қалыптастырады және сонымен бірге қоғамға деген келтіретін пайдасын да жан-жақты көрсетеді. Міне осындай ерекшелігімен біздің мына бағдарламамыз осындай ерекшеліктерге ие. Енді әрбір бағдарлама өзіне тән пәніне байланысты және оны оқытатын ортаға байланысты маңыздылығы өте зор. Енді менің сіздерге ұсынылып отырған бағдарламамның маңыздылығы оқушылардың пәнге деген қызығушылығын арттыру мен олардың білім сапасын жақсартуға бағытталған нақты тапсырмалар жинағымен толықсыған. Ұсынылған тапсырмалар әлем құбылыстарының өзгерістеріне жедел әрі оңай бейімделдіреді. Стандартты емес логикалық және экономикалық сипаттағы тапсырмалар негізінде жобалау қызметімен өмірлік жағдайларды тұрмыстық тіршілікке қажет экономикалық тұрғыда есептеулерді шешу тәсілдерін жобалап модельдеу. Енді бұл модельдеу өздеріңіз білесіздер, құрметті әріптестер, біздің физика пәнінің мұғалімдеріне информатика, яғни нақты ғылым пәндерінде өте маңызды модельдеу. Сондықтан біздің бағдарламамызда кейбір тақырыптарды модельдеу қажеттілігі туып отыр. Бағдарламаның өзектілігі несінде дейтін болсақ, бұл бағдарлама тағы еске түсіріп кетейін. Бағдарламаның атауы
физика сабақтарында функционалдық сауаттылықты дамыту атты вариативтік оқу курсы бағдарламасы физикалық білім беруді практикамен үйлестіре отырып, оқушылардың ғылыми және рухани дамуын қамтамасыз ету мақсатын көздейді. Енді кез келген жаңадан қосылып жатқан құжаттар, оның ішінде оқу бағдарламалары өзіне бір белгілі бір мақсат қояды, сонымен бірге күтілетін бір нәтижелері болу керек. Мысалы, осы бағдарламада мен мынандай нәтижелерді көздеп, сол көздеген нәтижеге жеттім. Олар қандай дейтін болса, оқушылар пәндік, білім-білік дағдыларын дамытады, әлеуметтік қоғамдық ортада кез келген жағдаятта білімдерін өмірге, тұрмыс тіршілікке қолдана алады, оқушылардың функционалдық сауаттылығын теориялық және техникалық тұрғыда қалыптастырады. Енді сонымен бірге қазіргі заманда мына PISA және Teams сияқты халықаралық зерттеулерге қатысып жатыр біздің балалар. Сол жағдайда практикалық тұрғыда жоғарыда көрсетілген нәтижелерге жету мақсат қойылған. Енді осы бағдарлама негізі құрастырылған кезде нормативтік құжаттар негізінде құрастырылған болғандында. Ол енді қандай нормативтік құжаттар дейтін болсақ, ол білім беру мемлекеттік жалпыға міндетті стандарттарын бекіту туралы Қазақстан Республикасының оқу ағарту министрінің 2022 жылғы 3 тамыздағы нөмір 348 бұйрығына және бастауыш негізгі орта және жалпы орта білім деңгейлерінің жалпы білім беретін пәндері мен таңдау курстары бойынша үлгілік оқу бағдарламаларын бекіту туралы Қазақстан Республикасының оқу ағарту министрінің 16 қыркүйек 2022 жылғы нөмір 399 бұйрықтарына сәйкес құрастырылды. Яғни басшылыққа осы құжаттар алынған болатынды. Бағдарламаның жалпы құрылымы мен таныстырып өтейін. Мазмұндық құрылымына келетін болсақ, бағдарлама 7 негізгі тараудан тұрады. Олар қандай дейтін болсақ, кинематика негіздері тарауына 7 сағат бөлінгенді, динамика негіздері тарауына 4 сағат бөлдік, сақтау заңдарына 4 сағат, тербелістер мен толқындарға 4 сағат, атом құрылысы, атомдық құбылыстар деген тарау бар. Осы тарауға да 5 сағат қосылды. Атом ядросы, яғни кванттық физиканың 3 сағат беріліп, және соңында мына астрономия негіздері атты тарауға 7 сағат қосылды. Яғни осындай бөлінген сағаттар және тараулар бойынша бағдарламаның жүктемесі аптасына 1 сағаттан 34 аптаға 1 жылға есептелген, жүктелген бағдарламамен жұмыс жасалды. Енді бұл былтырғы жылдан бастап енген болатынды. Бұл бағдарлама оқу сеткасына енген, сондықтан біз толығымен осы бағдарламамен жұмыс жасады. Енді оқыту әдіс тәсілдерін, қандай оқыту әдіс тәсілдерін біз қолданыста болды. Біріншіден, саралап оқыту, интербелсенді, интерактивті әдістер, сындарлы оқыту, өзара жұптық оқыту және деңгейлік есептер шығару әдістері. Бұнымен қоса, зертханалық физика пәні негізгі пәндердің ішінде зертханалық және практикалық жұмыстары бар пән ғой. Сондықтан біз бұл жерге оқушылардың шығармашылық жұмыстарын жан-жақты дамыту үшін
міне осы әртүрлі әдіс тәсілдерді пайдаланды. Енді мен солардың осы ұсынылған бағдарламада мен қандай есептер, қандай тапсырмалар берілді дейтін болсақ, мінекей әріптестер, бірінші мен мінекей күн жүйесіндегі аспан денелеріндегі қозғалысқа тоқталып кеткім келіп тұр. Бұл жерде ұсынылған бұл тапсырманың несі қиындығы мен және өте оқушыларға өте жағымды ұнайтын тақырыптардың бірі. Бұл контекстік тапсырмалар жер күнді айнала қозғалады деген тақырыппен аталады, және оның мазмұнына назар аударайық. Жер шарының әрбір тұрғыны тек қана саяхат жасап қоймайды, сонымен қатар күнді айнала жермен бірге үлкен жылдамдықпен қозғалады. Жер өз орбитасының бойымен әр секунд сайын 30 километр жол жүреді. Жерден күнге дейінгі қашықтық шамамен 150 миллион километр. Ал оның ішінде осы қашықтықты бір ай ішінде, 30 тәуліктің ішінде осындай арақашықтықты жер мен күнге дейінгі қашықтықты немесе жер өзінің өзінде айналу әртүрлі қашықтықтарға ие болады. Енді біздің осы тапсырмада, осы контекстік тапсырмада модель берілген, мінекей бұл кәдімгі жер планетамыздың күнді айнала қозғалатын гелиоцентрлік теориямен негізделген сұрақ берілген. Дәл ортасында күн, ал оның сыртында белгілі бір арақашықтықта немесе радиуста дейміз бе, жер айналымда болады деп. Толық бір айналымы 360 градус болатын болса, ал ұзындығы 2πr-ге тең екенін білеміз. Осыны біз математикадан білген білімімізді оқушылар осы контекстік тапсырмаларда пайдаланады. Бұл контекстік тапсырмада қандай сұрақтар қойылып тұр. Мысалы, бірінші тапсырмада Париж тұрғындары күнді айнала саяхаттайды. Егер 300 миллион километрге тең арақашықтыққа орын ауыстыратын болса, онда сол тұрғындар Париждің қанша уақыт жұмсар еді дейді. Міне осындай тапсырма, яғни бұл жерге болған қалай жауап беруге болады деген сұрақ туындайды. Мысалы, қараңыздар, бұл қарап отырсақ, тіпті логикалық сұраққа пара-пар. Мысалы, міне жаңа мен сіздерге айтып кеттім, күн жүйесіндегі планеталардың центрінде орналасқан ең жақын жарық жұлдыз дейтін болсақ, сол жұлдыздан жердің айналу орбитасына дейінгі аралық есептің шартында 300 миллион деп айтылып тұр. Ал осы 300 миллион километрді 2-ге көбейтетін болсақ, біз 600 миллион километрге тең арақашықтықты көреміз. Енді осы 600 километр уақытты бір толық жерді айналу периодына үлестіретін болсақ, бұл 6 айға тең болады екен. Міне сонда осы есебіміздің тақырыбы 6 ай болып келеді екен. Себебі бір айда 30 тәулік бар. Және әрбір секундта, жоғары жақта қарасаңыздар, әр секундта аспан денесінің, оның ішінде жердің әр секунд сайын 30 километр жол жүретіндігін көріп отырмыз. Яғни бұл жерден оқушылар қаншама ақпараттарды алып отыр, сандық мәні, және сонымен бірге суреттік модельдеу
суреті арқылы өздері осы есепті шығарады. Енді мысал ретінде жер екінші тапсырмасында, яғни осы тапсырмаларды құрастыру барысында біз жеңілден ауырға қарай бағыттадық. Мысалы екінші тапсырмада қарасаңыздар, жер күнді айнала қозғалып, 2 радиан бұрыш сызатын уақытта Париж тұрғындарының жүріп өткен жолы қандай деген сұраққа. Енді қараңыздар, шеңбердің математикадан оқушылар естеріне түсіреді. Шеңбердің ұзындығы 2 пи. Ендеше осы 2 пи радианды жаңағы арақашықтыққа бөлген кезде бұл жерде 300 миллион жаңағы арақашықтықты береді екен. Міне өстіп осындай есептерді оқушылар еркін шығара алады. Енді бұл бағдарламада негізгі мақсат ол функционалдық критерийлер арқылы өлшемдер жасау ғой. Сондықтан қандай өлшемдер жасалды? Теориялық білімді түсіну және қолдануды мен алдым. Осы 2 тапсырмада мысалы ол кезде оқушылардың теориялық білімдерін өмірмен байланыстыра білу қабілетін, физикалық құбылыстарды түсініп, оларды практикада қолдана алуы, және оқушылардың логикалық пайымдауы мен ақпаратты шынайы жағдаймен байланыстырып қолданылуын тексере алады, және ол өзіндік білімін көрсетеді. Сонымен бірге тағы да бір контекстік тапсырманы қарайтын болсақ, бұл сигнал деп аталады. Бұл тапсырмаларды қазір мода, пиза бағдарламаларында жақсы енген. Сол тапсырмалардың ішінде міне сигнал деген суретте автокөлік дөңес көпірдің үстіндегі А нүктесінен өтіп бара жатқан сәтінде сигнал беріп өтіп кетеді. Сол кезде С нүктесінде орналасқан су ішіндегі адам оның дыбысын 20 миллисекундтан соң естиді. Көпірдің ең биік нүктесі А мен су бетінің Б нүктесіндегі арақашықтығы 5 метр, яғни мына доғаның ұзындығы 5 метр деген мағынаны білдіреді. Дыбыстың ауадан суға өткен жылдамдығы. Осы тақырыптың алдында оқушылар дыбыс деген не, мына аспан, мына жалпы денемен өзін қоршаған орта материя дейміз ғой. Сол материяның құрылымына молекула кинетикалық теорияның негізінен өздері түсініктеме алған болатын. Енді сол түсініктемеден осы жерде жақсылап тұрып, осы мынандай тапсырмаларды орындауға тырысады. Мысалы, балалар осы сабаққа дейін мысалы білді. Дыбыстың ауадағы таралу жылдамдығы, судың ішіндегі таралу жылдамдығы. Осы 2 жылдамдықты тығыздығы өте жоғарыдан төменгі тығыздықтағы денелердің жылдамдығын өзара бөлген кезде ол 4,7 есе артығын көрсетеді екен. Мінекей осы сигнал деген ақпаратты және контекстті тапсырманы осылай есептеп шығарады. Одан кейін қарасаңыздар, мінекей дыбыстың ауадан суға өткендегі жиілігі. Жиілік дегеніміз ол бірлік уақыт ішіндегі дыбыстың берілетін немесе жететін уақыты болып есептеледі. Ендеше есте сақтап қояды біздің оқушылар, дыбыстың ауадан суға өткен кезде жиілігі өзгермейді. Енді дыбыс сигналдар су бетіне жету уақыты, дыбыс сигналының су ішіндегі таралу уақыты, дыбыс көзі мен су ішіндегі адамның арақашықтығын есептеу мүмкіндігіне иеленеді. Міне осындай тапсырмаларды функционалдық критерийлер арқылы, оның ішінде физикалық құбылысты түсінуі, оқушы дыбыстың әртүрлі жылдамдықпен таралатындығы біледі, формула қолдана алады, өлшем бірліктерге келтіреді және салыстырып қорытынды жасайды. Міне осындай контекстті тапсырмалар, сонымен бірге осындай тапсырмалардың ішінде
шығармашылық тапсырмаларда сен инженерсің деген тапсырмада берем. Себебі зерттеу жұмысын орындау үшін. Бұл жағдайда нақты өмірде қандай салаларда осы әскери медицина, аквалангистер қолданылатын ортада қандай зерттеу жұмыстарын өткізуге жасауға болатын. Одан кейін осы жұмыстарын үйде де жасауға тырысады. Міне осындай тапсырмалармен мына контексттік тапсырмаларды бергіземін. Сонымен бірге Криштиану Роналду, яғни жан-жақты тани білуге, сонымен бірге олардың жеткен жетістігіне жақсы назар аударып, функционалдық сауаттылыққа жол ашады. Енді осындай есептер шешімді өмірлік жағдаяттарды байланыстырып түсіндіреді. Алынған жауаптардың мағынасын талдайды, оның дұрыстығын зерттеп, жаңағы тапсырмаларды орындайды. Енді мінекей мына жерде қарасаңыздар, осы бағдарламаның себебі балалардың білім деңгейіне әсерін тигізді. Міне 3 жылдағы өзгерістерді, оң өзгерістерді көріп отырсыздар мынау диаграмма арқылы. Міне бүгін сіздерге осындай бағдарламамен таныстырдым. Сіздерге рахмет. Конференцияда отырмын Сіздер жұмыстан келіп жатсыз ба? ойларыңызды білдірулеріңізге әбден болады. Давайте отпуск когда? Понедельника, тоже самое. Құрметті әріптестер, Қайда барайын деп жатсыз? Сондай шетелге барушыңыз қайда? отаңызды білдірсеңіз болады. Жақсы демалыс болсын енді. Давайте. Сандуғаш Төлегенні тыңдадыңыз ғой, сіздің ойыңыз қандай? Әркім өз ойын ортаға салуларыңызға болады. Саламатсыздар ма, әріптестер? Гүлнар Оңайбековна, негізді жақсы тыңдадым. Енді мен бұл жерде айтатыным функционалдық сауаттылық қазіргі кезде актуалды не болып тұр ғой, сұрақ болып тұр ғой. Оның ішінде маған өте ұнаған сіздерде контекст тапсырмалары. Өйткені контекст тапсырмалары да балалар көбінесе жаңағы мазмұндамамен өте нашар жұмыс жасайды. Сондықтан бұл кітабымыздағы жаңағы контекст тапсырмалар балаларды ойлатуға, жаңағы оқуға деген сияқты зейін қойып, сол тапсырмалар жаңағы балалардың сауаттылығын ашады, және де деңгейлік тапсырмаларыңыз. Енді оның ішінде физика болғандықтан барлық бала физиканы жақсы біле бермейді. Мынандай тапсырмалар сол физикаға деген пәнге қызығушылық деген функционалдық сауаттылыққа берген тапсырмаларды жақсы шешуге, өздерінің өмірлерінде қолдануға өте жақсы пайда болады деп мен есептеймін. Жақсы, рахмет. Әріптестер, бір минутқа барлықтарыңыз неге кірсеңіздер, біз түсіріп алсақ. Зумға кіріңіздер, видеоға ашсаңыздар. Менің видеом істемей тұр, Гүлнар Оңайбековна, кешіріңіз. Ой, мен өзім жауып қойып түсіріп. Рахмет. Неге Зумға кіріп, не білдіргендеріңізге, ойларыңызды білдіріп, уақыттарыңызды қатысқандарыңызға көптен көп рахмет сіздерге. Шыға берулеріңізге болады. Сізге де рахмет, сау болыңыз. Сау болыңыздар.